Ертеде қазақ даласында Нұртай мен Сартай деген батырлар болыпты. Бір күні олар жаттығып жатқанда, Қорған, мен шабуылдаймын. Кел, жақсы серме, сен де. аспанға кенеттен қара бұлт жаулап алыпты. Батырлар не болғанын түсінбей, аспанға таңырқай қарайды. Кенеттен аспаннан алып Айдашардың сұлбасы көрінеді. Қара бұлт ішенін алып Айдахар шығып келеді. Сартай байқа, Айдахар келеді. Ие, қалқанымызды ұстап Айдахарға қарсы тұрайық. Елімізді қорғаймыз, сені қалайда жеңеміз жауыз Айдахар. Деп батырлар Айдахармен шайқасты бастап жібереді. Айдахар жерге қонды. Жер далалаңды қоршап тұр. Батырлар қорғаныста, бірақ берілмей тұр. Батырлар қарсы жүгіріп, Айдахарға алғашқы соққыны жасайды. Нұртай, кәне, Айдашарға бірігіп шабуыл жасайық. Ие. Ызалы Айдахар бір батырды құйрығымен сермеп жібереді. Батыр жарақат алып қалды. Сартай, не болды? Қатты жарақат алып қалмадың ба? Жоқ, Нұртай, біз берілмеуіміз керек. Айдахарға өз күшімізді көрсетейік. Бірге, біз мықтымыз. Деп балалар ұрандатып шабуыл жасады. Екі батыр бір уақытта супер соққы жасады. Айдахар ауыр жараланып тізерледі. Денесі жарылып, от әлсірей бастады. Бұрынғыдай күшті емес. Айдахар батырлардың соққысын көтере алмай жерге құлайды. Жер дүрс етіп, тастар көтеріледі. Айдахар соңғы рет терең дем алып, сол бойы оты өшіп қалады. Балалар қуана қылыштарын жоғары көтеріп, Ура! солайша батырлар жеңіске жетеді. Аспан қалыпқа келіп, барлығы қуанып бақытты күн кешіпті. Осымен ертегіміз аяқталды балалар. Ертегі ұнаса біздің арнамызға тіркеліп кетіңдер.